компанияны басқарып жүрген кезде әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір жағдайларда мысалы қызметкерлердің арасында бір конфликт болып қалуы мүмкін, бір дау-дамай ұрыс-керіс болып қалуы мүмкін. Сол кезде көп кәсіпкерлер, басшылар бір қателік жібереді. Олар сол мәселені сол жерде жылдам шешіп тастағысы келеді. Бірақ кей жағдайда мәселені жылдам шешу дұрыс емес болып саналады. Негізі күту күштіліктің белгісі деген керемет сөз бар. Кез келген қиын жағдай болған кезде асықпай, ситуацияға суық ақылмен қарап, егер эмоция ойнап тұрса, эмоцияның басылғанын күтіп, асықпай шешім қабылдаған жақсы. Жоқ, мен қазір шешуім керек деп айтады. Жоқ, қазір шешпей ақ қойыңыз. Мен түсіндім мына ситуацияны. Енді болатын нәрсе болды, мәселе болды. Мен ойланамын деп бір-екі күн ойланыңыз. Асықпай, бір сол оймен ұйықтап тұрыңыз. Асықпасаңыз, дұрыс берекелі шешім келеді. Сол үшін біздің басшыларға асықпай шешім қабылдау, суық ақылмен шешім қабылдау деген қабілет өте қатты керек. Асығыс жасалған нәрсе ол үнемі шала болады. Мәселе бір проблема орын алған кезде мен эмоциям шалқып тұрған кезде, кәдімгідей тасып тұрған кезде мен берекелі шешім қабылдай алмаймын. Сол үшін даналық, көрегенділік, оның барлығы асықпай келетін дүние.